Zoom'ға кірерде абайлаңыз. Сол арқылы сіздің Google не Telegram аккаунтыңыз ұрлануы мүмкін. Zoom қолданатын танысыңызға жіберіңіз. Бұл жөнінде қазір айтайын. F6 компаниясы хабарлағандай, алаяқтар шағын және орта бизнес иелеріне хабарласып, өздерін қызметке қызығушылық танытқан клиент ретінде көрсетеді. Олар Zoom арқылы кездесу өткізуді ұсынып, бизнес нұсқаны қолданатындарын айтады. Келісім бергеннен кейін сілтеме жіберіледі. Ол шынайы Zoom сілтемесіне ұқсайды, бірақ мекен-жайында кішкене өзгешелік бар. Оған өткен пайдаланушы бірнеше тексерістен тұратын капчаны Google-ға кіру формасын көреді. Осы кезде логин мен құпия сөз сұралады. Кейін Telegram-ға келген кодты енгізу талап етіледі. Қаскөйлер жедел хабарласып немесе қоңырау шалып, әрекетті жылдамдатуға тырысады. Google аккаунтына қол жеткізген алаяқтар криптовалюта әмияндары мен биржа аккаунттарының бар жоғын тексереді. Сондықтан пошталық қызметтер мен мессенджерлерде барлық қорғаныс тетігін қосып, екі факторлы аутентификацияны пайдаланыңыз. Бейтаныс адамдар жіберген сілтемелерге өтпеңіз.